Сәлем достар, сіздермен Казактов арнасы. Бүгінгі видеомызда біз сіздерге жағажайда жарылған киттер туралы айтатын боламыз. Киттер жер бетіндегі ең үлкен жануарлар болып саналады. Тіпті миллиондаған жыл бұрын өмір сүрген динозаврлар стандарты бойынша қазіргі көк киттер біздің планетамыздың ең үлкен тұрғындарының бірі. Ғалымдар оларды өлместікпен байланыстырады. Өйткені олар өмір бойы өмір сүріп келеді және мұхитта қалай ұйықтайтыны таңғаларлық. Гренландия киттерінің өмір сүру ұзақтығы 200 жылға жетеді. Бірақ тіпті бұлар алыптар ерте ме кеш пе өледі. Ал мұхитта киттер адамдарға жақын болмаған кезде және табиғаттың өзі жануардың денесін алып кетсе жақсы болады. Бірақ егер ол құрлықта болса, кит мүмкін емес. Кит құрлықта болса, ол жарылып кетуі мүмкін. Сондай оқиғаның бірі 1970 жылы Аризона штатында бір кішкентай қаланың жағажайында 14 китті лақтырады. Содан кейін бұл кит бәрін таңғалдырады. ақш әскері теңіз күштері киттің қаңқасын жару туралы шешім қабылдайды. Келесі оқиғамыз 2014 жылы кит Қытайда жарылған кезде Тайвань аралының жағасында ол китпен айналысуға 13 сағат кетті және оған 50 адам және 3 кран қатысты. Бұл кит жарылған кезде дүкендерді және жақын маңдағы адамдарға көп зиян келтірді. Жергілікті тұрғындар бұл террорлық шабуылдың бір түрі деп те ойлады. Жаңа биологиялық қару-жарақ деп те ойлағандар болды. Олар бұл китке қызығушылықты жергілікті университеттің профессоры танытып, одан әрі зерттеу үшін китті тасымалдауға бұйрық береді және қаңқаның сақталуын қамтамасыз етеді. Достар, видео ұнаса каналға лайк басып тіркеле кетейік. Келесі видеода кездескенше.